Ассалаумағалейкум, шоғайлы қауылдастар. Бауырлар, қалаға аман сенсіңдер ме, бәрің тегіс. Енді кешеден бері мен бірдеңені қатты ойланып отырмын. Біреулер күттіге бөлек чат ашқысы келе ме? Біреулер Қызырабадта Қосмалдаға бөлек чат ашқысы келе ме? Айналайындара осы күтті мен Қызырабадқа осы 3 ай азық қылып жатыр ма? Жүректен сирақ шығармай, бір жерде болғандарың жақсы емес па? Қай топырақ қала болса, оны түсінерем, басқа облысы, басқа оның. Азма жырақта бұрын бірге болғанмен. Оған түсінуге болады енді. Ал енді мынау әрқайсының бас-бастарына бір чат ашып алған. Енді бүйте берсе, ай отырым бір чат, кетелер бір чат. Баяғыда өзбектерге күлкі болған жоқ па? Аяқ сырық батакалар бір-бірге хұжым қылыптылар деп. Қазір тап соның несін не қылып отырмыз, ұстанып келе жатырмыз. Айуға бір чат, сырымға бір чат, кішелен бір чат, кетелер бір чат. Бұл деген болмайтын ғой менің пікірімше. Қайырлы күн, қымбатты ауылдастар, ағайындар, бауырлар, барлықтарыңа аман есен отырсыздар ма? Ауыл елдеріңіз, бала шағаларыңыз, мал жандарыңыз тегіс аманшылық па? Аман есен болуларыңызға тілектеспін. Ауылға барып, мауқымды басып, садақаны өтіріп, көңілді бірлеп, дем алып жатырсыздар ма? Бармағандар барғандай болып, қуанып, күрлеп, группа жақсы болып, Аллаға шүкір деп қуанышып қалдық, шаршағанымыз шығып. Бірақ мынау не, малай жезде ашылған болса басқа группада да жүре бер, бұл группада да жүре бер. Тағы да халыққа масқара болмай қырылып ұрысып әрқайсысы тарап кетіп жатыр деген әңгімені тағы естетін болдыңдар енді. Берекеттерін қашып, жаңағы топырақ қалалықтар жаңағы кешеден бері тіл біріктіріп топырақ қалаға шипырлау керек, анау сыртын әдемілеп цементпен сыбау керек, ішіне ыдыс-аяқ алу керек. Баяғы көп еді, біздердің келгенімізге 23 жыл болды ғой. Қанша заттар халық апарып еді ғой, кілем, түрікпен киіз, көрпешелер, жастықтарға шейін өздеріміз де талай апардық. Солар үйіліп тұратын еді, оны таза мешітке алыпты, топырақ қаладағы таза мешіт салған. Соған алыпты да, енді мына кәдімгі жаңа біздердің атамыз, Сырым атамыздың мешіті ғой. Ол мешітке жаңағы кірген тышқан жеген анау-мынау қиқым-сиқым қалған көрпешелер, анау-мынау қалған, оны енді жаңағы Сүлеймен үйінен әкелген сатып әкеліп қойған, садақа аман есен болсын деп. Соған енді анау 5 миллион берген екен, топырақ қалаға 5 миллион беріпті. Топырақ қала өз алдарына жинаған екен, ол хабарымыз жоқ. Осы бүгін естіп отырмын мен, топырақ қала өз алдарына жинапты. Сөйтіп оны сол 5 миллион қылып берген екен өткенде. Соны жаңағы жеткенше әйтеуір қаражат болған, шипырға жетпейді депті, Сүлеймен шипырға жетпейді. Тағы да бір нәрсе қылсаңдар, шипырласақ, сыртын саман-сапақпенен сыбап қойдық, жаңғырағыз жібереді, тас қылып цементпенен сыбасақ, сыртын жаңағы ішіне көрпеше алсақ, ыдыс-аяқ қирап қалған ыдыс-аяқ деп бір әңгіме құрған. Соған 2 күннен бері күні-түні сол топырақ қалалықтар жіберіп жатыр. Солар айтады, біреулер айтады, ана 3 тоғай ұқсап қырылыспай ғана, ауыздарыңды ашпай ғана, тым-тырыс қолдарыңнан келген жаңағы тиын-тебендеріңді жіберіңдер. Сөйтіп әңгімелі болмаңдар. Тағы айтып жатыр ғой, 3 тоғай қырылып жатыр деп. Сондай әңгімелі болмаңдар, бірден әдемілеп бітіре қояқ деп. Сондай тағы әңгімеге қалайын деп отырсыңдар ғой. Малай ол кетіп жатыр. Мысалы үшін, жаңа сен кетем дейсің. Енді историяның бәрі айтылды ғой, тарих күттінің Қызыларабадтың. Bir gel kızım hayır. Bir gel kızım. Bu anada gel. Resim görüşürüz. Babasını Kime konu? Zordu.